Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оңай, дәмі керемет қызыл барқыт пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұн, қопсытқыш, қант, сары май, жұмыртқа, қаймақ және қызыл бояғыш қажет болады. Ұнға қопсытқыш, қант салып, бір рет араластырып аламыз. Сосын үстіне сары май салып, жақсылап араластырып, крошка жасаймыз. Үстіне қаймақ, жұмыртқа және 5 ас қасық суға қызыл бояғышты араластырып, қамырымызға қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін тоңазытқышқа, екінші бөлігін мұздатқышқа 30-40 минутқа салып қоямыз. Яғни мұздатқышқа салатын бөлігін осылай видеодағыдай жұқа етіп саламыз, тез қату үшін. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін творог, қаймақ, қант, жұмыртқа және ванилин қажет болады. Дайын заттарымыздың бәрін бір-біріне қосып араластырып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Отыз 40 минут тұрған қамырды алып, формаға біркелкі етіп, орналастырып, бортик жасаймыз. Менде форма диаметрі 26 см. Формаға қамырды біркелкі етіп орналастырып алғаннан кейін, ішіне салмамызды салып, бетін тегістейміз. Үстіне қамырдың екінші бөлігін мұздатқыштан алып, үккіштен өткізіп, бетіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Пирогты дайындап алғаннан кейін 170 градуста қызып тұрған пеште 50 минут немесе 1 сағатта пісіріп аламыз. Қыздар, осымен біздің пирогымыз дайын болды. Үстіне өз қалауларыңызша сәндеп немесе қант ұнтағын себуге болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.